балалық шақтың дәмі немесе черепашка деп аталатын оңай әрі жеңіл ингредиенттерден тұратын торт. Бізге қажетті ингредиенттер: тереңдеу ыдысқа 6 жұмыртқа және қантымызды салып, жақсылап 7-10 минуттай миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып, ситодан өткізіп, массамызға сәлден қосып отырамыз. Әр қарай оны миксермен емес, жай қасықпен араластырамыз. Кондитерлік мешокқа дайын болған массамызды салып, противенге домалақтап құйып шығамыз. Кондитер мешогы болмаған жағдайда жай целлофанға салып жасауға да болады. 180 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз дайын болам дегенше кремін дайындаймыз. Сметана мен сгущенканы ыдысқа салып, қасықпен араластырып аламыз. Дайын коржымызды суытып, кремге аунатып, осылай барлығын жинап шығамыз. Үстіне шоколадты теркадан өткізіп әсемдейміз. Тортымызды холодильникте 4-5 сағатқа мұздатып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.